Салам алейкум, қазақтар. Біз Бурабайға келдік біз. Не осындай демалып жатырмыз. 7 болды ғой, 7-тен жетпейді, 7 сағат 7. Ана алыста Жеке Батыр. Жеке Батыр ма, сондай кім біледі ғой. Ана ұйықтап жатыр біздің қазақ батыр. Көріп тұрсыңдар ма? Ұйықтап жатыр. Ана мұрын, ауыз, иек бәрін көріп тұрады ғой. Көріп тұрсыздар ма? Аха. Мына жерде адам көп екен. Мына осындай демалып жатырмыз ғой. Ана жерден бастап, ана 4-5 километр жағажай. Адамдар демалып жатыр осы. Мына жерде алыстан. Мына жерге горка. Жоғардан. Бүгін күн ыстық вообще, ыстық. Жолдың ар шетіне мына қазақтар демалып жатыр. Қазақтар тек қана емес, бірақ көбісі оның ішіндегі балық бар, раки, оны білмей қалай қазақша қалай айтады. Андай демалып жатыр. Жалға алатын болсаңыз, ана велосипед бар, жалға алатын электро, ана көліктер ма, білмеймін қалай аты. Ана жерге ақылы туалет бар, дәретхана бар. Сол демалатын адамдарға мына демалып жатыр. Мына жерде ақылы бағасы дейді. Үлкен кісілерге, ересектерге мына күні бойы кіру үшін 2,5, 7-ге 14-ке дейін 2.000, 7 жасқа дейін. Ол зейнеткерлерге 1000 теңге дейді. Мынандай бәрі жабық. Екінші мына жағажай, жігіттер, ақылы төлейтін бағасы барып көрейік. Мына температура 30 градус, судың температурасы. Үлкен кісілерге 3000, балаларға арналған мынандай велосипед аласыңдар ғой, жалға аласыңдар ғой. Мына велосипед, электри мынандай, тележка ма, білмеймін қалай айтады. На кафе мына жерде тамақ ішіп аласыз ғой. Не?